Жаман айтпай жақсы жоқ. Кезінде махаббатпен, сүйіспеншілікпен құрылған отау болмайтын кикілжіңмен немесе негізді себептермен шаңырақ шайқалып, неке бұзылып жатады. Осындай жағдайда балалардың тағдырын шешу қажет болады. Оларды күтіп бағу кімге жүктеледі? Жалпы күтіп бағу баланы ата-ананың екеуіне де жүктеледі. Бірақ алимент өндіріп алу құқығы бала кіммен қалады? Сонда пайда болады. Енді неке бұзылды. Неке бұзылғаннан кейін алимент мәселесі сол кезде шешілмесе, онда алимент мәселесін көтеріп бөлек арыз беруге болады. Болмаса неке бұзылмайды. Бірге тұрмай жатқан жағдайда да, тіпті бірге тұрып жатқан жағдайда да баланы күтіп бағуға егер араласпаса, ата-ананың біреуі екінші тарап сотқа арыз бере алады. Біз ондай арыздар дайындап тапсырып беріп отырмыз. Егер де сіздерде осы алиментке байланысты сұрақ туындайтын болса, бізге WhatsApp-қа жазыңыздар, жауап береміз. Сосын сол бойынша іске кірісіп, арызыңызды дайындап тапсырып береміз. Қажет болса орындауға да тапсырамыз.